Еліміздің батыс өңіріндегі уақыт Нұр-Сұлтан қаласындағы жергілікті уақыттан 1 сағатқа айырмашылық бар. Қазақстан 2 уақыт белдеуінде орналасқан. Бұл жеріміздің кең байтақ екенін білдіреді. Енді Scratch'те еліміздегі 2 уақыт белдеуіндегі сағаттардың жұмысын көрсететін уақыт жобасының жасалуына түсініктеме беріп, қалай орындалатынымен танысайық. Жобаға кейіпкер спрайт ретінде сағат, минут, секунд тілдерін таңдаймыз. Жобаға көрініс ретінде сағат, минут, секунд тілдері жоқ 2 бірдей сағат қолданылады. Сағаттарға Нұр-Сұлтан мен батыстағы шеткі Ақтау қалаларының атауы жазылған спрайттар орналасады. Сағат тілдері дұрыс айналым жасау үшін төмендегі есептеулерді білуіміз керек. Сағат дөңгелегі 360 градус. 1 минутта 60 секунд бар. Олай болса, скрипттен көріп тұрғандай, секунд тілі әр секунд сайын 6 градусқа бұрылады. Себебі 360 градус бөлінген 60 тең 6. Жоба келесі жолы іске қосылғанда секунд, минут және сағат тілдерін өз орнына орналастырып тұру үшін X, Y нүктесіне өту командасы қолданылған. Секунд тілінің скриптісі келесідей. Секунд тілі толық бір айналғанда минут тілі 6 градусқа жылжиды. Сағаттың циферблатында 1 мен 12 аралығында сандар бар. Сағат тілі 1 сағатта 30 градусқа бұрылады. Себебі 360 градус бөлінген 12 тең 30. Олай болса, сағат тілі бір сызықшаға қозғалуы үшін 720 секунд күтуі керек. Себебі 60 көбейтілген 12 тең 720. Сағат тілінің скриптісі мынадай болады. Енді уақыт жобасының орындалу сәтін тамашалайық.